адамдардың неге бай неге кедей болатынын жайлы талқылайтын боламыз. Яғни адамдардың көбінесе бай болмауын себебі қате установка, қате пікірлер болады басында. Яғни бір адамдарды тек ұрлап қана бай болады деген установка болса, біз бай болғымыз келмейді. Не үшін? Өйткені установкамызда тек ұрлап қана бай боладымыз деген сияқты ой туындайды. Сондықтан мен ұрлап бай бола алмаймын деген өзіне X қойып тастайды. Сондықтан байлардың бәрі ұрлықшы деген қате установка болады. Сондықтан мына жерде Сайдмұратов Давлатов өзінің кітабында айтады, жалпы бұл жерде кедей адамдардың қателігі неге? Өйткені кедей адамдардың талпамен ойлаумен жүреді, яғни біреулер жасаса соны қайталап жасайтындай болады. Біреудің ойымен жүреді, досынан сұрайды, мынау бола ма, болмайды деген сияқты бір қате установкалармен айтып кету мүмкін да. Яғни жұрт не дейді, сонымен жүріп кететін адамдар болуы мүмкін да. Бәрі емес бірақ. Яғни бай адамдар не істейді? Олар бүкіл жауапкершілікті өздеріне алады. Бұл менің өмірім, значит, бұны мен решать ету керекпін деп бар жауапкершілікті алады. Жалпы жұрттың айтқанымен жүріп кетпейді. Яғни егер бәріміз жұрттың айтқанымен жүретін болсақ, яғни дұрыс болмай қалады. Өйткені барлық адам бай емес та. Сондықтан әрбіріміз өзіміздің жолымызды тауып, сол жолмен жүру керек бізді. Барлық адамға ұқсауға тырыспау керек. Әр адамның өзінің характері бар, өзінің мүмкіншіліктері бар, өзінің личности бар да. Әркім өз талантын ашып, өзінің жолын тапса, сол кезде жетістіктері, арман жетістіктеріне жетуіне болады, Құдай қаласа. Роберт Кийосаки мынандай сөз айтады, яғни бай адамдар мен кедей адамдардың қорқынышқа деген көзқарастары дейді. Мен өмірімде дейді, ешқандай байды кездестірмедім, который ақшасын жоғалтпаған дейді. Және де айтады, мен көптеген кедей адамдарды білемін дейді, который 1 центті жаратпаған дейді қорқынышқа. Және де Сайдмұратов Давлатов өзінің кітабында айтады. Яғни бай адамдар ақшаны көбінесе жаратып тастайды дейді. Бірден машина алып тастайды, бірден үй алып тастайды деген сияқты, бірден керекті заттарды тез алып тастайды дейді ақшаны. Және де рисковать етуге қорқады дейді. Яғни ақшадан бизнес ашуға қорқады. Өйткені бизнес ашсам өтпей қалады деген қорқыныш болады да. Ол адамды артқа тартып кедейлікке апарады. Рисковать етуге жол бермейді. Ол қорқыныш деген негізі нормаль нәрсе, әр адамда болады. Бірақ чересур қатты қорқынышқа барып тәуекелге жүрмей қалмай тұрып қалмау керек. Және де Сайдмұратов Давлатов өзінің кітабында айтады, мен білем дейді, сондай бір адамдарды $500 табады да, соны біткенше демалып жұмыс істемей қояды екен. И $500 бітеді, и дальше ол отбасын уже асырау керек, уже страх келе бастайды, сол кезде ғана қимылдай бастайды екен да. Ал бай адамдар не істейді? Олар басқаша ойлайды да, олар ақша табама, олар болашаққа енді тауып қояйын деп қайтадан қосымша табыстар таба береді. Бай адамдар осылай жұмыс жасайды, ал кедей адамдар ақшасы табады и біткен кезде қайтадан әрекет етеді. Сондай бір кемшіліктері бар екен, бірақ бәрі емес. Яғни бай адамдар бір іс жасағанда тек ақша үшін жасамайды. Ол побочный продукт дейді, побочный эффект. Яғни олар өзінің сүйікті ісімен айналысуға тырысады. Сол сүйікті ісімен айналысып жатқан кезде сол мастерствоға жеткісі келеді да, и ақша келе береді да. Ол өз ісін жақсы көреді, ол жасай береді, и ақша да келе береді. Яғни былай қарайтын болсақ, әрбір өзінің ісін сүйетін адам көп жағдайда жетістікке жетіп жатыр. Жалпы осы негізі бай мен кедей адамдардың олда біреу жоғары, біреу кем деп айтпаймын. Просто сондай әдеттері болады екен, бірақ бәрі емес. Енді бұл насихат маған да сіздерге де пайдалы болсын деп жасаған болатынмын. Егер де сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.